Құдай әйелді жаратқанда оның болмысын тек 6-шы күннің кешінде бітіріпті. Қасынан өтіп бара жатқан періште, сен неге бұл үшін ұзақ жұмыс жасадың деп сұрайды. Алла, ал сен бұл жаратылыстың бүкіл болмысын көрдің бе? Ол 200-ден астам қимыл әрекетін білуі керек, кез келген тағамның дәмі мен иісін ажырата білу, бір мезетте бірнеше баланы құшағына басу, өзінің ыстық құшағымен жарылған тізеден жараланған жүрекке дейін емдеп жаза алатындай болуы керек, және осының бәрін тек 2 қолымен ғана жасай алады. Періште таң қалды. Бар болғаны 2 қолымен бе? Мүмкін емес. Бір күнге тым көп жұмыс екен. Қоя сал, ертеңгі күні бітіресің дейді періште. Жоқ, мен өзімнің ең сүйікті жаратылысымды бітіруге аз қалдым. Егер ауыра қалса, бұл өз-өзін емдеп жазып, 18 сағаттан жұмыс жасай алатын болады деді Алла. Періште әйелге жақындап келіп, оны саусағымен түртіп көреді. Бірақ Алла, сен мұны сонша нәзік етіп жаратқансың. Иә, ол өте нәзік деді Алла, сонымен бірге ол өте күшті. Сен тіпті оның нені көтеріп, нені бағындыра алатынын көз алдыңа елестете де алмайсың. Ал ол ойлана алады ма? Деп сұрады періште. Ол тек ойланып қана қоймайды. Ол сендіреде, келісімге де келе алады. Періште әйелдің бетін сипады. Бұл жаратылыс терлеп тұр ғой. Шамасы сен оған көп ауыртпалық берудесің. Ол терлеп тұрған жоқ, бұл көз жасы ғой деп дұрыстады Алла періште сөзін. Бұл сонда не үшін? Деп сұрады періште. Ол қайғысын, күдігін, махаббатын, жалғыздығын, қасіреті мен қуанышын осы көз жасымен білдіреді. Періште қатты әсерленді. Алла, сен шынында да данасың. Сен бәрін ойлағансың. Әйел шынында да керемет жаратылыс екен. Иә, шынында да бұл солай. Әйелде еркекті бағындыра алатындай күш бар. Ол өмір тауқыметімен күреседе, қасіретін көтереде алады. Ол бақыт, махаббат, қуаныш алып келеді. Ол айқайлағысы келсе күледі, жылағысы келсе ән айтады. Бақытты кезінде жылайды, қорыққан кезінде күледі. Сенген үшін күреседі, әділетсіздікке қарсы тұрады. Жақындар үшін жанын береді. Өз шешімінің дұрыстығына бәрін сендіреді. Махаббаты шексіз. Балаларының бақытына қуаныштан жылайды. Достарының табысына қуанады. Жүрегі қайғыдан қақ айырылса да өмір сүру үшін өз бойынан қуат таба алады. Міне әйел деген осындай ғажайып жаратылыс. Бағалаңдар әйелді. Құрметтеңдер, жылатпаңдар оларды.